Бірнеше миллиондаған жылдар өтіп ғылым мықты дамыса да, біз ғаламның, әлемнің шетінде нақты не бар екенін зерттей алмаймыз. Себебі ол бізден жасырынған. Себебі әлем, ғалам кеңеюде. Оны түсіну үшін қарапайым мысалды қарайық. Мысалы, күн жүйесі және басқа планеталар. Ал күн бұл жұлдыздардың бірі. Бірнеше миллиардтаған жұлдыздар бір галактикада. Құс жолы галактикасы болса, бұл бірнеше триллиондаған галактикалар ғарышта анықталған. Триллион деген ғылымда зерттелген галактикалар. Енді кейбір галактикалар бірігіп суперкластер Ланиакияны құрайды. Міне, біз осындамыз. Суперкластер Ланиакия ұлы аттракторға қарай қозғалып жатыр. Біз осында қозғалып бара жатыр, бірақ онда не бар екенін біз нақты білмейміз. Қара материя, қара энергия деген бар. Ойлап көріңіз. Анықталған әлемнің 95%-ға жуығын осылар құрайды. Ал қара энергия әлемнің кеңеюіне себеп болып тұр. Бірақ ғылымда бұны әлі де нақты түсіндіре алмайды. Мынау біздің анықталған әлем болса, қараңыздар, қандай керемет заңдылықта. Бақыладық, әлемнің. Әлем кеңейіп жатыр. Ол кеңейет, біз әлемнің шетінде не бар екен біле алмаймыз. Тіпті 100 жыл, 1000 жыл, миллион жыл өтсін, бәрібір анықтай алмаймыз. Мына әлем себебі кеңеюде. Құдды біреу бізден жасырып тұрғандай әлемнің шетінде не бар екенін білдіртпей. Бірақ сіздер білсеңіздер, мына әдемі дәлдікті 70 км секунд, мегапарсек, сондай бір жылдам. Солай әлем кеңею себебінен галактикалар да бір-бірінен алшақтайды. Белгілі бір арақашықтықта олар жарық жылдамдығымен бір-біріне алыстап жатырғанын көрсететін бізде сфера Хаббла деген бар. 13,8 миллиард жарық жылы. Жарық жылы дегенді мен алдыңғы видеоларда айттым, соны қараңыз, сонда түсінесіз. Енді галактикалардың қалай бір-бірінен алыстайтын, әлемнің қалай кеңейетінін сіздерге мынандай мысалмен түсіндірейін. Мына үрілмеген шарикті сіз әлем деп ойлаңыз, қара шарды. Ал әрбір ақ нүктені сіздер галактикалар деп ойлаңыз. Кейін мен шарды үріп бастасам не болады? Әлгі ақ нүктелері бір-бірінен алыстап бастайды. Себебі шар үріліп жатыр, шар үлкейіп жатыр. Сол нүктелер бір-бірінен алыстаған секілді галактикалар да бір-бірінен алыстайды. Егер ол әлем кеңейіп жатыр ғой, егер ол сәл тез кеңейіп кететін болса, әлем болмай қалады, галактикалар қалыптасып үлгермей қалады. Сәл тез кеңейетін болса, ал сәл баяу кеңейетін болса, онда мынаның барлығы заңдылық бұзылып кетеді де, мына әлем қайтадан артқа тартылады. Сөйтіп сжатие болады, қысылады. Сосын барлығы бұзылады, болды, әлем күл-талқан шығып жойылып кетеді. Сондай бір керемет дәлдікте тұр. Енді ол керемет дәлдікте кеңейіп жатыр. Егер осындай пайдалы ақпараттар керек болса, курс сабақтар керек болса, осы Instagram парақшаға тіркелейік. Сіздерден қолдау болса, әрі қарай видеолар түсіруге менде ынта бола береді.